Сәлем достар. Біздің YouTube арнамызға жазылыңыз. Денсаулыққа қатысты қызықты бейнелер, пайдалы кеңестер және жаңа контентті жіберіп алмаңыз. Жазылу батырмасын басып қоңырауды қосыңыз, сонда жаңа бейнелерді алғашқы болып көресіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет. Бүйрек неге ауырады? Бүйрек ауырсынуының негізгі себептері. 1. Сұйықтықтың жеткіліксіздігі. Бүйрек ағзадан токсиндерді шығару үшін сұйықтыққа тәуелді. Егер жеткілікті су ішпесеңіз, бүйрекке жүктеме артады. 2. Инфекциялар. Бүйрек инфекциясы, пиелонефрит, несеп жолдары арқылы бактериялар енуінен туындайды. 3. Бүйрек тасы. Тұздардың, минералдардың шамадан тыс жиналуы тас түзілуіне әкеледі. Бұл қатты ауырсыну тудырады. 4. Зиянды тағамдар. Тұзды, майлы, немесе қантты тағамдарды шамадан тыс тұтыну бүйрекке зиян келтіруі мүмкін. 5. Созылмалы аурулар. Қант диабеті, жоғары қан қысымы және басқа аурулар бүйрек қызметіне әсер етеді. Қалай алдын аламыз? 1. Күнделікті жеткілікті су ішу. Ересектер үшін күніне 2-5 литр су ішу ұсынылады. 2. Тұзды азайту. Тұзды тағамдарды шамадан тыс тұтынбау. Тұз қан қысымын арттырып, бүйрекке салмақ түсіреді. 3. Салауатты тамақтану. Жемістер, көкөністер, дәнді дақылдар және аз майлы ақуыздарды қолдану. 4. Физикалық белсенділік. Қан айналымын жақсартып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. 5. Инфекцияларды уақытында емдеу. Суық тиюді немесе зәр шығару жолдарының инфекцияларын уақытылы емдеу қажет. 6. Жаман әдеттерден аулақ болу. Шылым шегу мен алкогольді тұтынуды азайту немесе толықтай бас тарту. Қандай витаминдер ішкеніміз дұрыс? 1. Витамин. Бүйректің кальций мен фосфор балансын сақтауына көмектеседі. 2. Витамин тобы. Зәр қышқылының деңгейін төмендетіп, метаболизмді жақсартады. 3. Магний. Қан қысымын реттейді және тас түзілуін болдырмайды. 4. Омега-3 май қышқылдары. Қабынуды азайтып, бүйрек қызметін жақсартады. 5. Цинк. Мырыш, несеп шығару жүйесінің инфекцияларына қарсы иммунитетті күшейтеді. Егер бүйрекке байланысты ауырсыну болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Өйткені әр адамның ағзасы жеке ерекшелікке. Бүйрекке зиян келтіретін негізгі әдеттер. 1. Тұзды шамадан тыс пайдалану. Тұз бүйрекке артық жүктеме түсіреді және қан қысымын жоғарылатады. Бұл бүйрек жұмысының нашарлауына әкеледі. 2. Су ішудің жеткіліксіздігі. Егер күнделікті су мөлшері жеткіліксіз болса, бүйрек токсиндерді дұрыс шығара алмайды. Бұл тас пайда болуына себеп болады. 3. Дәрілерді бақылаусыз қабылдау. Қабынуға қарсы дәрілерді, ибупрофен, аспирин, шамадан тыс қолдану бүйрекке зақым келтіруі мүмкін. 4. Қантты тағамдар мен газдалған сусындар. Қан құрамындағы қанттың көптігі бүйрекке артық салмақ түсіріп, оны әлсіретеді. 5. Тұрақты қозғалыстың болмауы. Қан айналымының баяулауы бүйрек жұмысына кері әсерін тигізеді. Бүйрекке пайдалы тағамдар. 1. Қияр мен қарбыз. Суды көп мөлшерде қамтиды және токсиндерді шығаруға көмектеседі. 2. Көкжидек. Антиоксиданттарға бай, бүйрек жасушаларын қорғауға көмектеседі. 3. Жасыл жапырақты көкөністер, шпинат, ақжелкен. Бүйрекке қажетті дәрумендер мен минералдар береді. 4. Сарымсақ. Қабынуға қарсы қасиетімен танымал, бүйрекке көмектеседі. 5. Алма. Холестеринді төмендетіп, ағзадан токсиндерді шығарады. Дәрігер кеңесіне дейін қандай қоспаларды пайдалануға болады? Егер дәрігерге баруға мүмкіндік болмаса, бүйрек денсаулығын қолдау үшін келесі табиғи қоспалар көмектесуі мүмкін. Мүкжидек сығындысы несеп жолдарын бактериялардан қорғайды. Қалақай шөбі, крапива, зәр шығару жолдарын тазартып, қабынуды азайтады. Таңқурай жапырағының шайы несеп жолдарының жұмысын реттейді. Дәрумендер мен минералдар кешені, бірақ құрамындағы дозаларын мұқият бақылау қажет. Бүйрекке арналған профилактика. Су ішуді күн тәртібіне айналдырыңыз, күніне 8-10 стақан. Тұз, қант және майлы тағамдарды азайтыңыз. Аптасына кемінде 3-4 рет 30 минуттан жаттығу жасаңыз. Инфекция белгілері байқалса, ауырсыну, зәрде қан, жиі зәр шығару, дер кезінде дәрігерге қаралыңыз. Стрессті азайтып, денсаулықты бақылаңыз. Денсаулықты күту бойынша әмбебап кеңестер. 1. Салауатты тамақтану әдетін қалыптастыру.
Жемістер мен көкөністерді күнделікті ас мәзіріне қосыңыз. Қант, тұз және зиянды майларды тұтынуды азайтыңыз. Тазартылған тағамдардан бас тартып, табиғи, пайдалы өнімдерді таңдаңыз. 2. Дене белсенділігін сақтау. Күніне кемінде 30 минут серуендеңіз немесе жаттығу жасаңыз. Отырып жұмыс істейтін болсаңыз, әрбір сағат сайын 5-10 минут белсенділікпен айналысыңыз. Жеке қызығушылығыңызға сай спорт түрін табыңыз: жүгіру, йога, жүзу және т. 3. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Ересек адамға тәулігіне 2-5 литр су қажет. Кофе, шай немесе газдалған сусындарды көп ішуден аулақ болыңыз. Таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. 4. Ұйқыны реттеу. Күніне 7-8 сағаттан кем ұйықтамауға тырысыңыз. Ұйқы алдында гаджеттерді пайдаланбаңыз, тыныш орта жасаңыз. Белгілі бір уақытта ұйықтап, белгілі уақытта оянуды әдетке айналдырыңыз. 5. Стрессті басқару. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе күнделік жүргізуді қолданыңыз. Көбірек табиғатта болуға тырысыңыз. Өзгелермен қарым-қатынас жасап, қолдау сұраудан қорықпаңыз. 6. Зиянды әдеттерден бас тарту. Шылым шегу мен алкогольді шектеңіз немесе толық бас тартыңыз. Энергетикалық сусындар мен фастфудтан аулақ болыңыз. 7. Дәрігерлік тексерістерді ұмытпау. Кемінде жылына 1 рет жалпы денсаулықты тексертіңіз. Созылмалы ауруларыңыз болса, дәрігермен үнемі байланыста болыңыз. 8. Иммунитетті нығайту. Витаминдер мен минералдар жеткілікті деңгейде болуын қадағалаңыз. Күнделікті таза ауада серуендеңіз. Мүмкіндігінше табиғи өнімдерден витаминдер алуға тырысыңыз. 9. Жеке гигиенаны сақтау. Қолды жиі жуып, тазалық ережелерін ұстаныңыз. Ауыз қуысы гигиенасын сақтап, тіс дәрігеріне жылына 2 рет барыңыз. 10. Өзіңізді тыңдаңыз. Денсаулығыңыздағы кез келген өзгерісті байқасаңыз, дәрігерге қаралыңыз. Артық салмақтан, шаршаудан немесе тұрақты ауырсынудан зардап шегетін болсаңыз, уақытылы көмек алыңыз. Денсаулық сіздің ең үлкен байлығыңыз. Оны күту өз қолыңызда.